Сіз де оразада біреумен сөйлескенде аузыңызды қолыңызбен жауып ыңғайсызданасыз ба? Немесе жаныңыздағы адамдар сізден алшақ тұруға тырыса ма? Бұл оразадағы ең үлкен проблема. Бірақ оның шешімі өте қарапайым. Рамазан бұл рухани тазару айы. Бірақ көптеген бауырларымызды бір мәселе қатты мазалайды. Ол ауыздан шығатын жағымсыз иіс. Көбіміз жұмыста, көлікте немесе мешітте біреумен сөйлескенде ыңғайсызданып аузымызды қолымызбен жауып тұрамыз. Тіпті бұл менің оразама нұқсан келтіре ме деп уайымдайтындар да бар екен. Бүгін біз осы иістің пайда болу себептерін медициналық және діни тұрғыдан талдап, одан құтылудың 5 нақты әдісін айтамыз. Видеоны мұқият көріңіз, себебі 4-ші әдіс сізді таңғалдыруы әбден мүмкін. Бірінші бөлім иіс қайдан шығады? Ауыздың құрғауы сілекей біздің ауыз қуысымызды табиғи тазартқыш. Оразада сілекей азаяды, содан бактериялар көбейіп, жағымсыз иіс бөледі. Тілдегі ақ қабат. Көбіміз тек тісті жуамыз, бірақ иістің 80% тілдің бетіндегі ақ қабатта. Микробтардың ұясында жатыр. Асқазан факторлары. Асқазан бос болғанда ағза майларды ытырата бастайды. Осы кезде кетон деп аталатын заттар бөлініп, өкпе арқылы сыртқа ерекше иіс ретінде шығады. Тіс аурулары, кариес немесе қызыл иектің қанауы ораза кезінде иісті 2 есе күшейтеді. Екінші бөлім қалай құтыламыз? Тілді тазалау. Сәресінде тісіңізді жуып қана қоймай, тілді арнайы қырғышпен немесе щетканың сыртымен жақсылап тазалаңыз. Бұл иісті 70%-ға дейін азайтады. Екінші әдіс – мисвак қолдану. Мисвак бұл жай ғана ағаш емес, оның құрамында 19 түрлі табиғи антисептик бар. Күндіз ауызды сумен шаю және мисвак қолдану оразаны бұзбайды. Мисвак ауызды сергітіп, бактерияларды өлтіреді. Үшінші әдіс – анти-иіс. Тағамдар сәресінің соңында бір бұтақ ақ желке немесе жалбыз шайнаңыз. Олардың құрамындағы хлорофилл табиғи дезодорант қызметін атқарады. Сондай-ақ банан немесе алма жеу сілекей бөлінуіне көмектеседі. Төртінші әдіс – су ішудің құпиясы. Ауызашар мен сәресі арасында суды көп ішу ағзаны токсиндерден тазартады. Сәресіде кофе мен қою шайдан қашыңыз, себебі олар ауызды қатты құрғатады. Бесінші әдіс – ауыз шаю. Тек сумен ғана, дәрет алғанда немесе күндіз ауызды жай ғана сумен шаю, тек суды жұтып қоймауға мұқият болыңыз. Бұл ауыз қуысын ылғалдандырып, иісті уақытша басады. Қорытынды және діни түсініктеме. Маңыздысы, пайғамбарымыз хадисінде ораза ұстаушының аузынан шыққан иіс Алланың алдында жұпар иісінен де жағымды деген. Сондықтан бұл иістен қатты жиіркеніп оразадан суымаңыз. Бұл құлшылықтың белгісі. Бірақ айналаңыздағы адамдарға ыңғайсыздық тудырмау үшін гигиенаны сақтау мұсылманның әдебі. Егер сізде осы мәселені шешетін өз әдісіңіз болса, пікірге жазып кетіңіз. Видео пайдалы болса, арнаға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Келесі видеода қандай видеолар істейік? Кездескенше.